Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы 126 сабақ. Бүгінгі сабақта 20-шы жаттығудан 27-ші жаттығуға дейін бірге орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы сан есім. Мәтіннен сан есімдерді табамын, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын деген мақсат бойынша жұмыс жасаймыз. 23-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Сәлем, Азат. Сәлем, Самал. Азат, сен қаламызда салынған метроны көрдің бе? Иә, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі тереңде орналасқан. Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза, әрі жайлы. Рахмет, Азат, мені қызықтырып қойдың. Міндетті түрде барып көремін. Жұмабай Қайранбайдың әңгімесі екен. Бұл жерде екі баланың бір-бірімен сөйлесуін көріп тұрмыз. Диалогты көріп тұрсыздар. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар деді. Мәтін мазмұны бойынша бірнеше сұрақтар қоюға болады. Азат кіммен кездесті? Азат не жөнінде айтып берді? Метро неше бекеттен тұрады? Самал неге қызықты? Самал нені көруге баратынын айтты? Деген түрлі сұрақтарды бір-біріне дайындауларыңызға болады. Мәтіннен сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой дейді. Бұл жердегі сан есім 11 бекеттен, 11 деген сан есім бар. 5-еуі тереңде. Нешеуі тереңде? 5-еуі сан есім. 7 минут сайын жүреді. Неше минут сайын жүреді? 7 деген сан есімдер тұр екен. Ендеше сіздерге де метро жөнінде мәлімет қызықты болды деп есептеймін. Сіздер де метроға барып көріңіздер. 24-ші жаттығу, өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жазды. Сан есімдерінің атын сыз. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір, ал сені, бала саны қанша еді? Сұлтан Қалиұлының өлеңі. Өлең саған ұнай ма? Өлең маған ұнайды деп жауап береміз. Өлеңдегі сұрақтың жауабын тап. Бала саны бұл жерде 5 бала екен. Санын есептеп 5 бала екен таптық. Ендеше бұл жердегі сан есімдер. Неше бала? Неше топ бала? 1 топ. Неше балық? 15 балық. Неше балық? 3 балық. Сынайын бір, ал сені. Неше рет сынайды? Яғни 1 рет сынайды екен. Енді өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жазыңыздар. Сан есімдердің астын осы үлгідегідей етіп сызып қойыңыздар. Әдемі, көркем каллиграфияларымызды дұрыстап жазатын боламыз. 25-ші жаттығу. Сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барлардың тұсына қосу таңбасын қой, белгісін қой. Не жоқ? Оның тұсына азайту белгісін қой. Жоқтарын өзін қосып толықтыр дейді. Өзен бар, көл бар, тау бар, орман бар, жазық дала бар, зауыт бар, метро жоқ, стадион бар, мұражай бар, субұрқақ бар және кітапханалар міндетті түрде бар. Ендеше бұл жерде көп нәрсе біздің өлкелерімізде бар екен. Соның ішінде метро, ол ең үлкен қала Алматы қаласында болады. Қалған қалаларымызда метро әлі салынбаған екен. Ендеше сіздерге тапсырма қызықты болды деп есептеймін. Тағы да не қосар едіңіздер? Астына сызбаға қосуларыңызға болады. Нелер қалып қойды? 26-ші жаттығу. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған туған өлкеңнің қай жерлерін көрсетер едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осындай сұрақтар арқылы бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Ендеше алыстан қонақ келсе, сіздер міндетті түрде өз жерлеріңіздегі әдемі жерлерге апарып қыдыртасыңдар. Әдемі табиғатына, ойын-сауық орталықтарына,
жаңағы тауларына, өзен көлдеріне апарып таныстырып, өз өлкелеріңіз туралы айтуларыңызға болады, немесе мұражайларға апаруға болады. Ал енді бір-бірімізге сұрақтар дайындайық. Ал ол келген қонақтың өлкесі туралы сұрау үшін мынадай сұрақтар дайындап қояйық. Сенің туған өлкең қалай аталады? Сен тұратын жерде кітапхана бар ма? Сен тұратын өлкенің табиғаты қандай? Сен тұратын өлкеде мұражай бар ма? Сен тұратын жерде метро бар ма? Деген сұрақтарды келетін жаңағы танысымызға осындай сұрақтарды дайындап қоюға болады екен. Келесі жаттығуға көшейік. Келесі жаттығу ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстыр, сөйлем құрап жаз дейді. Бұл жерде бір деген сан тұр және қазан тұр. Екеуін қосқанда бір қазан деген жаңағы ребустың жауабы шығады. Бір қазан көлді жерлерде мекендейтін құс деп біздер сөйлем құрап қоямыз. Және де осы бір қазан туралы білгілеріңіз келе ме? Бір қазан, яғни жыл құстары наурыз айында ұшып келіп, өніп өсіп, қараша айында жылы жаққа ұшып кетеді екен. Жерорта Каспий теңіздерінің оңтүстік жағалауында, оңтүстік Азияда қыстайды. Судың тереңірек жерінен салған көлемді ұяларына 1-5 жұмыртқа салып, оны қоразы мен мекиені жұптасып басып, 30-35 күнде балапандарын өргізеді. Балапандары 70-75 күн өтісімен ұядан ұшады. Бір қазан 3-4 жасында жұмыртқалай бастайды. Олар саны аз құс болғандықтан Қорғалжын қорығы мен Наурызым қорығында және Сарықопа торғай қорықшаларында қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының және ұлттық кітапқа енгізілген екен. Ендеше бір қазан туралы осындай мәліметті біле жүріңіздер. Бір қазанның қандай құс екендігін бір шама мәліметтер алдыңыздар. Құрметті оқырмандар, осымен каналымызда тапсырмаларды орындап аяқтадық. Сан есім тақырыбы бойынша мәліметтер алдыңыздар. Метро туралы айттық біздер. Және өлең бойынша берілген сұраққа жауап бердіңіздер. Өз өлкеміз туралы айтып шықтық. Сіздерге каналда тапсырмаларды бірге орындау түсінікті әрі нақты болатын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Каналға тіркеліп, көмектеріңізді беріңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.